Қазір Қазақстанда 31.500 шетелдік студент білім алып жатыр. Егер олардың саны 100 мыңға жетсе, қазынаға 1 триллион теңге пайда түсетін көрінеді. Ал ол күн алыс емес дейді жоғары ғылым министрі. Өйткені қазақстандық жоғарғы оқу орындарының дипломдары Азия тұнық мұхиты төңірегінде мойындалатын болды. Бұл заң бүгін мәжілісте ратификацияланып отыр. Осы елдерден қазір көп бізге студенттер келуге бастады. Қытайдың өзінен 2000-дан астам студент келді биылғы оқу жылында. Бұл жолы мәжілісте сағаттап талқыланған заң жобасы еңбек жағдайларын жетілдіру және еңбек құқықтарын қорғау туралы. Әр жұмыс істеп жүрген азаматтың құқығы қорғалу керек деп бұл нормаға мәжіліс депутаттарының өздері бастамашы болып отыр. Бір кәсіпорында бірдей лауазымда, бірдей функцияны атқаратын қызметкерлердің жалақысында бірнеше есе айырмашылықтың болмауы тиіс. Заңды түрде жұмыс істеп жатқан азаматтарымыз уақытында жалақысын ала алмайды. Жұмыс берушілер уақытында төлемейді. 30 күндік ұзақ уақыты қызметкердің денсаулығына, психологиялық және физикалық жағдайына теріс әсер етеді. Заң әлсіз болды, еңбек адам дұрыс қорғамады. Депутаттар декретке шығатын ерлер мен әйелдердің құқығын теңестіру мәселесін ұсынды. Бала күтіммен үйде отырған әйелге 12 жылға дейін еңбек өтілі сақтала береді. Депутаттар ерлерге де дәл осы принцип енгізілсін деп отыр. Сонда декретке әкелер көптеп шыға бастайды деген пікірдесіз бе? Жоқ, соның алдын алу шарттары ғой. Бізде мысалы үшін әскерде толық 90-95% ер адамдар әскерде қызмет етеді ғой. 12 жылға дейін еңбек өтілі саналатын болса, онда еркектерді саналатын болса, онда жаппай біз ертең еркектердің бәрін декретке шығарып жібермейміз. Ондай ешқандай тәуекел жоқ деді. Бірақ әскери қызметкерлердің жалақысы төмен, қазірдің өзінде декретке шығып жатқандары бар, соғыларға. Қазір 600-ге жуық офицер декретте. Олардың шығу себептерін өзім жеке сұрап көрдім біразын. Жаңағындай айлығы төмен болғандықтан өздерінің күнкөрістерін арттыру мақсатында декретке шығады. Бірақ декретке шығып ол бала қарамайды, жұмыс істейді. Таксовать етеді, басқа жаңа нәпақасын табуға. Өзіңіз осындай жағдай жасалып тұрса, декретке шығар ма едіңіз? Мен үшін, жеке мен өзім үшін ол түсініксіз жағдай, ер адамның декретке шығуы. Депутаттар әрі қарай ел ішіндегі мәселені өздерін алаңдатқан сауалдарды жолдады. Ет өндіретін кәсіпорындарда ет жоқ па? Шикізат жоқ. Ет қой енді. Енді шикізат деген мал ғой. Заң бойынша аулада мал сою тыйым салынған. Ол заң бойынша. Бірақ енді халыққа сіз қалай есік алдында мал сойма, біреудің мысалға құдалығы бар, біреудің қайтыс болғаны бар. Барлық аудандарда, ауылдарда сою бекеттері жоқ. Демек, үкімет ондай жағдай жасамай тұрып, ондай талап еткенді қисық деп есептеледі негізі. Бірақ оның салдарынан заманауи ет комбинаттары қазір бос тұр. Миллиардтап ақша бөледі, лентасын қияды, әдемілеп әкімдер ашады, бірақ біраз уақыттан кейін тұрып қалады. Неге? Себебі мал жоқ. Одан бөлек Өзбекстанға тасыды. Міне осының салдарынан ет комбинаттар тұр. Өзіңіз соғым сойдыңыз ба? Мен соғым ауылдан, біз ауылда туысқандарымыз болсын, аламыз етті ауылдан. Кішкентай баласы бар ата-аналар 8 сағат жұмыста отырмау керек па сонда? Бір ата-аналар бар, егер де үйінде отырған кемпір шал болады, оның мүмкіндігі бар, үйінде барлық жағдай бар дейікші. Немесе біреулер бар, баласы жиі ауырады, балабақшасы алыста, сол егер де сондай қажеттілік болатын болса, жұмыс берушімен сондай келісімшартқа отыруға мүмкіндік беру керек. Мүмкін ба бұл бүгінгі күнде? Неге болмасқа? Мысалы, сіздің әріптесіңіз сіздің орныңызға 1 сағаттық жұмысын істей қояды. Одан ешкім ұтылмайды. Менің әріптесім сосын мен жек көріп кетпеймін, одан кейін туф өсіру баласының. Келесі жолы ол да балалы болады, сонда сіз оған көмектесесіз. Қосымша бюджеттен қаражат керек емес ол үшін. Сиыр еті қымбаттап бара жатыр, соның орнына жылқыны жіберіңдер деген халыққа ұсыныс па, бұл қалай? Жылқы еті мемлекеттік сатып алу тізбесіне енгізілмеген. Соның кесірінен бізде мектептерде, балабақшалардан бастап, қорғаныс министрлігіндегі әскердегі сарбаздарымызға олардың рационында жылқы еті жоқ. Сіз жаңа өзіңіз айтып кеткендегідей, мысал үшін бүгінгі күні сиыр етінің бағасы күн сайын өсіп жатыр ғой. Егер мемлекеттік сатып алудың тізбесіне жылқы етін кіргізетін болсақ, бұл нарықтағы баға саясатының жаңағы бір қалыптандыруға үлкен өзінің маңызды. Өзіңіз соғымға не сояйын деп жатсыз? Соғымға жылқы соям, Жаңарқанның жылқысын соям. Мен кейінгі кездерде өте дұрыс сұрап отырсыз. Қазір мен соғымға сиыр соймаймын. Жаңарқадан емес депутаттар не сояды? Бүкіл қазақ даласы, Құдайға шүкір, бүгінгі күнде жылқы саны өсіп келе жатыр. Негізгі Қаратаудан алсаңыз да, Алатаудан алсаңыз да, бірақ дей тұрғанменен жасыратын жоқ. Енді
енді арқаның жылқысы дәмді болады. Осылай депутаттар жолдаған сауалдар дереу шешімін тауып жатады. Ал кейде ескерілмей қалған жағдайларда халық қалаулылары соңына дейін жетіп мәселенің шешімін тапқанша қоймайды.